Кейде демонстраттар тарату үшін суатқыш қолданылады. Жақында Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитеті осындай 4 суатқыш сатып алуға 1,9 миллиард теңге бөлді. Келіңіз тендерді бірге талдайық. 2025 жылдың қарашасында қылмыстық атқару жүйесі комитеті көлік құралдарын жеткізу жөнінде тендер жариялады. Сатып алудың жалпы сомасы 22 миллиард теңге. Тендер 2 лотқа бөлінген, соның біреуі бүгін біз айтатын суатқыш жайлы. Тендердің техникалық сипаттамасында көліктердің өрттің алдын алуға пайдаланатын жазылған. Бірақ құжатқа тереңірек үңілсек, суатқыш сатып алудың негіздемесі күмәнді болып көрінеді. Мәселен, қараңызшы, құжатта қондырғы мен шасси ауыр заттардың соққысынан қорғалған, бак тот баспайтын болаттан жасалған болуы керек. Бұдан бөлек, кабина металл панелімен күшейтілген, терезе жарық шамдары мен алдыңғы бөлігіне қорғаныс торы орнатылған, ал есіктің тұтқасы мен аяқ қоятын орны бөгде адамдардың баса көктеп кіруінен қорғалған болуы керек. Өрт сөндіру көліктерінің өзгешелігі суатқыш жақын маңдағы өрт ошағын жоюға мүмкіндік бермейді. Қысқасы, қарапайым өрт сөндіру техникасынан өзгеше. Мұндай арнайы техника әдетте арыны қатты су шашу арқылы шеруге шығушылар тарату үшін қолданылады. Кей жағдайда күштік құрылымда наразылыққа шыққандарды анықтау үшін арнайы бояу пайдаланады. Жалпы 4 техника сатып алынбақ, біреуі Шымкентте, екеуі Алматыда және тағы біреуі Өскеменге. Ал енді жаңағы 22 миллиард тендердің екінші лотына кішігірім тоқталайық. Қалған 20 миллиард теңгеге 682 көлік алынбақ, олардың ішінде фургон, жеңіл көлік, кроссоверлер мен автобустар бар. Аталған көлік маркалары мен тендер жайлы өзге де ақпараттарды оқу үшін төменгі және парақшаның биосына сілтеме қалдырып қойдым, танысып шығыңыз.